Біз Темірбек Жүргенов атындағы номері 123 мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімдері Примова Гүлзада, Ертуғанова Дина, Смайылова Айдана. Біз бірлескен жұмыс көрсеткелі отырмыз. Біздің бүгінгі бірлескен жұмысымыздың тақырыбы жаратылыстану сабағында платформаларды тиімді қолдану арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру болады. Бұл бірлескен жұмыстың мақсаты платформаларды қолдану арқылы балалардың танымдық қабілеттерін арттыру және білім сапасын көтеру. Құрметті әріптестер, жасанды интеллект, цифрлы технология мұғалімге көмекші құрал бола ала ма? Әрине, қазіргі заман талабына сай білім беру барысында жасанды интеллектіні, цифрлы технологияларды сауатты қолдану арқылы, тиімді қолдану арқылы біз оқушылардың білім сапасын барынша арттыра аламыз. Себебі жасанды интеллект заманауи білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады. Қазіргі таңда барлық оқушылар дерлік, яғни оқушылардың 90% ұялы телефонмен қамтамасыз етілген. Бірақ сол оқушылардың ұялы телефонды тиімді қолданбауы өзекті мәселе болып тұр. Міне, үй жағдайында болсын, немесе сабақтан тыс жағдайларда осы ұялы телефонды тиімді қолдану үшін біз мынандай жұмысты ұсынғымыз келіп тұр. 3D бейне мерджи куб. Яғни кез келген затты оқушы тек суреттен ғана көріп емес, оның бейнесін алдынан айналдырып көру арқылы қызығушылық арта түседі. 3D бейне дегеніміз не? Ол үшін бізге не керек? Ол үшін сіздерге кәдімгі куб керек. Жаратылыстану сабағы бойынша біз 4 бөлімді қамтып өттік. Ол өсімдіктер, жануарлар, табиғат физикасы және де жер мен ғаламшар. Оқушылармен жұмыс жүргізу барысында бүгінгі өтілетін тақырыпқа әуелі сілтеме жіберіледі. Сол сілтеме арқылы оқушылар 3D форматында құбылысты немесе затты егжей-тегжейлі қарап алады. Содан кейін сұраққа жауап бере отырып, білімін жетілдіре түсетін болады. Мысалы, ғарыш әлемін қарап отырып, оқушы шынайылықты сезінеді. Маған адамдарды, жануарларды 3D форматында көрген қызықты болды. Мен осы жұмыстар арқылы өз уақытымды тиімді пайдаланамын. Біздің келесі жұмысымыз ұсынғалы отырған Digital English мобильді қосымшасы арқылы жүргізіледі. Бұл мобильді қосымша арқылы балалардың жаратылыстану пәніне деген қызығушылығын арттырамыз. Үйренеміз және ойнаймыз айдарын ұсынамыз. Ол үшін біз ең бірінші балаларға видео сабақ көрсетіп аламыз. Яғни бұл видео сабақта жануарлар туралы ең алғашқы білімді қалыптастырамыз. Осы видео сабақтар арқылы балалар жануарларды ажырата алып үйренгеннен кейін әрі қарата біз балалармен ойын ұйымдастырамыз. Ол ойын бізде флеш-карт ойыны деп аталады. Видео сабақта алған білімін пайдаланып, оқушы үйде отырып та осы тақырып бойынша түрлі тапсырмалар орындай алады және өзін тексеретін болады. Жануарларды білуге байланысты біз енді балалардың жануарлар туралы түрлі білімдер қалыптасқаннан кейін біз балаларға ойын тестін ұйымдастырамыз. Ол ойын тестінде түрлі қызықты сұрақтар болады. Осы сұрақтар арқылы балалар ғарыш кемесіне егер дұрыс жауап берсе, ғарыш кемесіне зақым келтіру арқылы ол өзіне ұпай жинайды. Осы мобильді қосымшаны сабақта да, сабақтан тыс уақытта да үздіксіз қолданып жүрміз. Бұл жобаға біз Lumio платформасын қостық. Бұл платформада біз өткен тақырыптарды қорытындылау үшін тест жұмыстарын жүргізе аламыз. Яғни тесттің бірнеше түрі берілген, сол тестті берілу арқылы және де ойындар арқылы біз өткен тақырыптарды бекітетін боламыз. Біз бұл жобаны 4 бөлімге бөлдік деп айтқан болатынбыз. Сол 4 бөлімге, мінекей алдарыңызда 4 бөлімге 4 жұмыс дайындап көрсетіп тұрмыз. Жануарлар бөліміне назар аударамыз. Бұл ойынды ойнау арқылы балалар жануарлар бөлімін қорытындылайтын болады. Сабақ үстінде ұсынуға да болады, сыныптан тыс уақытта үйде де ұсынуға болады. Мінекей осы ойынды ойнау арқылы балалардың қызығушылығы артады және өз білім нәтижесін көрсететін болады. Бұл бағдарламаларды тек жаратылыстану пәніне қызықтыру мақсатында емес, өзге сабақтарға да қолдануға ұсынамыз.
Осы жұмыстарды 2 сыныпқа үздіксіз қолдану нәтижесінде сынып толығымен тапсырманы қызыға орындап отырды және барлық оқушы дұрыс жауап бере алды. Құрметті әріптестер, біз ұсынған жобадағы көрсетілген жұмыстар арқылы сіздер өз оқушыларыңыздың сабаққа деген, оның ішінде жаратылыстану пәніне деген қызығушылықтарын, білім сапасын арттыра аласыздар.